Сәлем достар, сіздермен мен Абелгу, және бүгін біз әрине житель ученыйды іздейміз. Және бүгін біз әрине ағашты жинап алайық алдымен. Сосын деген үйімізді құрастырамыз. Мен деген достар, былай көптеген базалар құрастырдым, бірақ оны бәрі жарыла береді. Бәріне анау житель ученый кінәлі сияқты. Қанып қашып бара жатыр ғой. Печка, менде печка бар еді. Осы ағаштардың деген тамақ пісіруге керек болады. Тағы да жақсы крик. Бірақ деген енді ана базамды сындырмаған шығар деп ойлаймын. Оған енді печка керек болады. Печка. Достар, мен қарным қатты ашып жатыр. Давайте мен пісірейін ендеше. Кішкене тамақ пісіріп алайық. Сосын деген базамызға барайық. Тамақ піскенше дейін не істесем болады. Айтпақшы, өткен серияда жер сілкінісі болғанын білетін шығарсыздар. Және ол жерден бір адамның комментариялары да бар. Комментариялар деп қой. Комментария бар. Жылдам ана жаққа барайық. Осы үй деген енді ешкімге керек емес, ауылдан удалить етіп тастауымыздай керек болып тұр. Өйткені мына жерде жаман эксперименталь тұрған. Міне дәмді етім. Дәмді сынай достар. Бірақ деген камера дәмді сезбейді. Жаман болды, дәмі күшті болды. Бірақ сіздер тамақ жеп отқан шығарсыздар, сол үшін солай шығар. Күшті шығар сіздерге. Айтпақшы достар, біз деген ауылды жөндеп жатырмыз. Ана жақта бір домалақ, бір куб тұрғанын көрдіңіздер. Бұл деген ешқандай қауіпті зат емес. Бірақ те оған баруға болмайды. Бірақ мен сіздерге көрсетейін. Сен ғой құрастырайын деп жатқан, е? Аха, мен ауылды құрастырам, өйткені менің строитель достарым көп, және мен деген жас кезімде строитель болғам. Житель деген жас кезінде строитель болған екен. Жарайды. Сол жерде тіпті басшы болып мен. Басшы болыпты, прикиньте достар. Бұл деген күшті ғой. Түсіп кетпе, Абелгу, әйтпесе қазір сол жерде қалып сосын неге қатып, сосын шалмай жолып кетесің. Бірақ достар, короче, міне сұр түсті цемент көріп тұрсыздар. Сол осы жуынып алайыншы. Достар, қандай болғанын білмейсіздер ғой, сіздер қорқынышты болды. Аған түсіп аяғым деген қатты ауырып кетті ма, бірдеңе болды. Жарайды, мен деген базама барайын. Оны жарып тастамаған шығар енді хотя бы. Оны ешкім. Не үшін сен жардың? Меніміш. Жарайды. Бірақ деген келесі жол олай істеуші болмаш. Ол кім? Камераға түсіріп алып қайсысы? Шынымен сол кім? Кім? Ол житель ученый, ол деген үйге келді де, сосын деген жарды да мен құлап түстім, одан сосын де оны ұстайын дедім, бірақ те ол кетіп қалды. Ал полицияға звондадым, бірақ те ол келді, сосын деген бір үй тапты. Қандай үй екен достар? Рахмет. Қараңыздар, айтпақшы, мына жақта сынған бір орындық жатыр екен. Прикиньте достар, сынған орындық. Аланда болса какой-то бір жер канализация ма сондай бірдеңе жатыр. Сосын достар, бізде осындай нәрселер өсе бастады. Ол қандай үй екен? Қызық. Маған да қызық достар. Ал сіздерге ше қызық па? Көрейік. Немене? Ана
жақта бір үй пайда болыпты, достар. Полиция. Не болды? Короче, мына үйде біреу отыр. Сосын деге оған біз кіре алмай жатырмыз. Қалай кіре алмай жатсыңдар? Есікті сындыру керек. Немене? Достар, қараңыздар. Приват. Қараңыздар, мен кіре алмайым. Тіпті мынаны сындыра алмайым. Чего? Қараңыздар, достар, қалай өтеміз енді? Житель, қорықпа. Қорықпаймын ғой мен. Полициялар қазір келеді. Осыған кіре алмақшы, бірақ деген көп полициялар келді. Сындырып кіре алмай жатыр. Сосын деген ана жақта бір забор тұр. Забор? Полиция мен білем ана заборды. Қандай забор ол? Ол, короче, ана приватқа қоятын забор ғой. Солай ма, жақсы. Бірақ, достар, айтпақшы біз деген эндерперл мен баруымыз керек. Эндерперлмен барсақ жақсы болады. Мына жерде эндерперлдар тұрады. Ой, бір ода кедергі жасып. Мына жерде бір эндерперлдар бар. Ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Если что, эндерперлдар сатып алуға ақша көп. Осы заттар шыға береді постоянно, достар. Жарайды. Мен деген дереу деді защитасы сындырыпты. Жақсы, эндерперл. Ура, достар, мен өтіп кеттім. Полиция. Не? Полиция. Не дейін саған? Короче, эндерперлдар бар ба? Эндер жемшіктер. Әрине бар полицияда. Енді солармен келсін, бірақ бүгін полицияға келе алмай кешке демалыс болып жатыр оларды. Ал тек бірақ мен келдім. Менде бірақ эндерперл жоқ. Менше сендер осында болыңдар. Достар, мен қартым ашыпты. Тамақты дейін қазір қалталар. Достар, торт бар, торт. Кішкене жеп алайық. Енше осында өтейік. Тоже солай. Достар, менде бір план бар. Барамыз. Сосын жоғарыға телепорт жасаймыз. Ол үшін бізге ағашты қолдануымыз керек. Болады енді. Әй! Жоқ. Мінекей. Фу. Житель, мен мұндамын. Ақырында өтейік, достар. Достар, қаным ашып жатыр. Достар, мына жерден, короче, 24 ет тауып алдым. Ақырындап барайық. Астық, әйтсе өліп қалғым келмейді. Кет. Ай. Барайық әнші. Достар, осылай ба тағы да? Оған дейін отхилиться нужно. Өйткені жоғарыда деген барьер тұр. Ал мен деген эндерперл мен. Енді тағы да біреу ма? Немене? Не көптеген защита қойып тастапты бұнау. Эндерперлдар бітіп қалса қазір. Прикиньте, достар. Қазір мен ешқашанда шыға алмайтын едім анда. Ақырындап. Достар, қараңыздар, зомби. Қараңыздар, мына жерде бедроковый нәрсе. Біреу деген мені ұстап алғысы келген сияқты. Ол жеке ученый болып шығуы мүмкін, мені ұстағысы келген. Ол да мен эксперименттерге қолданғысы келіп жүр. Шо мені ұнатпайды. Ай, зомби, немене тістейсіз, а? Кетші. Қазір түсіп кетпейін жерге.
мен приватта тұрып қаламын ғой. Давайте, достар, мына жерге мәссаған, достар, қараңыздар. Зомби, тиіспе. Жарайды, немене тиіспе деп отырмын. Мына жерде зелье слабости бар екен. Ай. Андай бір книжка тұр, достар. Шында өтіп кетейік. Өлім келмейді бірақ. Ай. Және ай. Достар, қатты ұрды ғой. Қайсысы? Эксперимент, ученый. Шынымен ол болған ғой. Эксперимент с жителем. Я его превратил в зомби, и нужно его превратить в жителя. Ана екі зомбині мен өлтіріп тастадым ғой. Міне. Жарайды, оған керек емес болады. Қараңыздар, бағана біз мына жақты көрдік қой. Біз мына жақты канализация деп ойладым мен. Достар. Оказывается, есік екен ғой бұл. Срочно мына жақты жою керек. Полиция! Мына жаққа бірдеңе болды, короче. Келіңіз. Жақшы қару. Достар, жылдам. Кеттік. Сау болыңыздар, достар, лайк басыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Ай, тағы да жарылып кетті. Каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болғаны білді. Сау болыңыз.